Сәлеметсіздер ме? Еуразия технологиялық колледжінің қазақ тілі мен әдебиет пәнінің оқытушысы Әбдіқалықова Әйгерім Құрманғазы қызы. Бізде бүгін қазақ тілі пәні, бүгінгі өтетін тақырыбымыз қазақ киносы, қазақ тарихы. Осы тақырыпқа байланысты біз бүгінгі сабағымыздың мақсаты өскелең ұрпаққа қазақ киносының тарихымен танысу, қазақ киносына үлес қосқан қазақ режиссерларының өмірімен танысу және Қазақфильм киностудиясы туралы айтатын боламыз. Бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын кішкене сіздерге миға шабуыл ретінде бір 4-5 сұрақ дайындадым. Сол сұраққа жауап беретін болсақ. Киноны кім түсірді? Ең алғаш сіздерге бірінші сұрақ. Өте жақсы. Келесі екінші сұрағымыз, Қазақфильм киностудиясы туралы не білесіздер? Қазақфильм киностудиясы туралы не білесіздер? Және бұл киностудия туралы естігендеріңіз бар ма? Келесі үшінші біздің сұрағымыз, Қазақфильм киностудиясы түсірген қандай фильмдерді білесіздер? Дұрыс, өте жақсы. Келесі біздің соңғы сұрағымыз, Қыз жібек фильмін көргендерің бар ма? Өте жақсы, балалар, бұл сендердің осы сабағымызды бастамас бұрын сіздер туралы қысқаша мәлімет білетіндеріңіз. Негізінен біздің қазақ киносы, қазақ тарихы дейміз. Қазақ киносы, негізінен қазақ киносының атасы Шәкен Айманов деп айтамыз. Осы Шәкен Айманов туралы Қазақстан Республикасының мемлекеттік сыйлығының лауреаты, театр сыншысы Әшірбек Сығай Шәкен Айманов қазақ өнерінің қамқоршысы, қызметшісі ғана емес, оның айбыны да еді деп өзінің осы Шәкен Аймановқа берген бағасы болатын. Енді Шәкен Айманов туралы не білеміз? Сол туралы қысқаша тоқтала кетсек. Бұл Шәкен Айманов қазақ киносын, жалпы қазақ тарихы осы Шәкен Аймановпен басталады деп айтсақ болады. Шәкен Айманов бұл қазақ киносын бүкіл әлемге, жалпы қазақ тарихында киноның қалыптасуына өлшеусіз үлес қосқан атақты актер әрі режиссер. Бұл қазақ киносын тарихын дамытуда көптеген үлес қосқанда осы 4 классикпен қатар Шәкен Аймановтың есімі бірінші аталады. Онымен қоса біз қалғандары Мәжит Бегалин, Абдулла Қарсақбаев, Сұлтан Қожықовты да қазақ өнерін, қазақ тарихында осы қазақ киносының қалыптасуына үлкен үлес қосқан классиктер ретінде біз жақсы білеміз. Мына жерде сіздерге Шәкен Айманов туралы қысқаша қай жердің тумасы, қандай қазақ өнеріне, қазақ өнерінің шарықтау шегіне жетуіне қандай үлес қосқандығы туралы қысқаша мәліметтер берілген. Енді қазақ киносының тарихы қашан басталды? Қазақ киносының тарихы ең алғаш осы Қазақфильм киностудиясында тұңғыш рет Азамат соғысының батыры Амангелді Иманов туралы Амангелді фильмін ең алғаш осы ұсынған болатын. Осы кинодан кейін қазақ мәдениетінде, қазақ тарихында үлкен өзгерістер болып, жаңағы әлеуметтік жағдайын бейнелейтін көптеген фильмдер түсіріле бастады. Жалпы біз қазақ кино өнері деп жатырмыз. Қазақ кино өнері негізінен 4 түрлі салаға бөлінеді. Оның біріншісі көріп-тұрсыздар көркем фильм, екінші деректі фильмдер түсірілу, үшіншісі мультипликациялық кинолар түсіру, төртінші ғылыми көпшілік фильмдерді түсіру. Бұл кездегі фильмдер түсіруде 1941 жылдан бастап Алматыда көркем фильмдер шығарылатын болды. 75 жылға дейін 100-ден астам көркем фильм және 500-ге жуық деректі фильмдер түсірілді. Қазақ киносының атасы, мына жерде Шәкен Айманов. Жаңа сендерге сұрақ қойдым, Қазақфильм киностудиясы түсірген қандай фильмдерді білесіңдер деп. Соның ішінде 1969 жылы білесіңдер Тақиялы періште киносы түсірілді. Бұл киноны көрмеген адам кемде-кем деп айтсақ болады. Одан кейінгі түсірілген
Біздің сүйікті дәрігер, бұл 1958 жылы түсірілген. Жаңа біз жоғарыда атап өттік, Шәкен Айманов режиссер болумен қатар талантты актер деп. Мына жерде 1952 жылы Жамбыл рөліндегі Шәкен Айманов. Мына жерде де Жамбыл Жабаев рөлінде Шәкен Айманов сомдаған рөлі. Және де осы Шәкен Аймановтың соңғыда соқталы жұмысы осы Атаманның ақыры деген фильм болып табылады. Және бұл фильм заманымыздың біртуар ұлы атақты Дінмұхамед Қонаевтың идеясымен түсірілген фильм болып есептеледі. Және бұл Шәкен Аймановтың шығармашылығының шарықтау шегінде түсірілген фильм. 1970 жылы жаңа біз айттық, Шәкен Аймановтың шарықтау шегіне жеткен ең бір құнды дүниесінің бірі осы Атаманның ақыры фильмі. Енді осы қазақ киносының әлемдік деңгейде дамуына өзіндік үлес қосқан актерлармен танысып өтсек. Әнуар Молдабеков, Нұрмахан Жантөрин, Ыдырыс Ноғайбаев, Әмина Өмірзақова, Сатыбалды Нарымбетов, қазақ киносын дамуына үлескен қосқан, және де Серке Қожамқұлов пен Талғат Теменов. Осындай тума дарындар жалпы қазақ киносын дүниежүзілік деңгейге көтерді деп айтсақ болады. Одан кейін көркем суретті фильмдер Махаббат туралы аңыз, Дала қызы, Біздің сүйікті дәрігер, және де ең үздік туынды Атаманның ақыры және Алдар көсе. 2005 жылдан бастап осы Шәкен жұлдыздары деген номинация бойынша жылда конкурс өтіп тұратын болды. Халықаралық деңгейде өтетін болды. Осы міне жыл сайын Қазақстанда Шәкен жұлдыздары деген кинофестиваль өтеді. Мына суретте көріп тұрғаныңыздай, Шәкеннің шәкірті Асанәлі Әшімов осы Шәкен жұлдыздары номинациясымен құттықтау үстінде. Енді осы қазақ киносының атасы Шәкен Айманов туралы естеліктерге тоқталып өтсек. Қазақстанның халық артисі Нүкетай Мұшбаева. Бұл жерде ол кісі Шәкен аға өлген жоқ дейді, өйткені Шәкеннің артында өшпестей қалдырған мұралары бар. Онымен қоса шәкірттері бар дейді. Сондай шәкірттерінің бірі Асанәлі Әшімов екендігін көрсете кетеді. Және де бұл ол кісі Шәкенді еске алған кезде 19 ғасырдың екінші жартысында қазақ даласында Біржан Сал мен Ақан сері есіме түседі дейді. Өйткені Біржан Сал мен Ақан серіні білеміз, қазақ даласын әнімен бөлеп қазақ өнерін дамытқан әнші сазгерлер. Сол сияқты осы Шәкеннің де артынан сол сияқты нөкерлер еріп жүретін дейді. Мысалы Біржан Сал мен Ақан серіні айтқан кезде айтамыз ғой, артында бір топ нөкері бар, қолдарында домбыра, жаңағы ауыл-ауылды аралап тазы иттері бар, құстары бар, жүйрік тұлпарлар бар, мініп ауыл-ауылды аралап жүріп қазақ өнерін дамытқан деп. Сол сияқты осы Шәкеннің де артында бірнеше нөкері бар болатын. Сол Шәкенді еске алған кезде қазақтың әнші сазгерлері есіме түседі деп өзі есін алған болатын. Және де бұл Нүкетай Мұшбаева Алдар көсе фильмін түсірген кезде дейді, мен Тоқалының рөлін сомдағам дейді. Сонда бір есте қалатыны
фильмді түсіру барысында бірнеше рет қызықты жайттар болды дейді. Оның біріншісі жаңағы басымдағы сәукеле құлап кетіп, қатты Шәкенаға ұрсатын болды деп қатты сасқалақтағам дейді. Одан кейін екіншісіне қайтадан жаңа сәукелемді киіп келе жатқанда табалдырықтан шалынысып құлап кеткем дейді. Сонда Шәкенаға енді қатты ұрсатын болды ғой деп тұрғанда Шәкенағаның қатты күліп жүргені бар деп осы өзінің естелігінде бөліседі. Одан кейін Қазақстанның халық әртісі Торғын Тасыбекова. Бұл кісі де Шәкенағаның артында өшпестей мұра қалғандығын, ол кісімен бірге жақын таныс болғандығын барлығын айтып кетеді. Одан кейін Қазақстанның халық әртісі Есмұхан Обаев. Ол кісі де жаңағы Шәкенағаның жаңа карта ойнаған кезде ақшаны маған беріп қоятындығын, таста дегенде тастап тұратын, ақша біткен кезде тастамасам позорник деп айтатындығын барлығын осы өзінің естелігінде бөліскен болатын. Одан кейін сондай бір қиын кезде, қиын қыстау кезеңде болса да өзінің таланттылығымен, өзінің шеберлігімен түсірілген ең мықты фильм, жаңағы фильмнің бірі бұл 1965 жылы Алдар көсе фильмі болып есептеледі. Мына жерде Шәкен Аймановқа берілген марапаттар мен жүлделер. Бұны қосымша тағы берген материалын танысамыз. Онымен қоса режиссерлік еңбектері мына жерде қандай фильмдер түсірілгендігі туралы. Мына фильмографиялары, жаңа біз айттық, Амангелді, ішінде біздің сүйікті дәрігер. Сосын сценарий авторы ретінде түсірген фильмдері. Одан кейін Шәкен Аймановтың Мұхтар Әуезов атындағы мемлекеттік қазақ драма театрында сомдаған рөлдері. Біз бағанан бері айтып жатқан Қазақ фильм киностудиясы, бұл Қазақ фильм киностудиясы Шәкен Айманов атындағы. Енді сабақты бекіту мақсатында сіздерге мынандай 5 сұрақ дайындадым. Кинотеатрға жиі барасыңдар ма? Қандай жанрдағы кинолар ұнайды? Кинодан қандай тәлім-тәрбие алуға болады? Мысалы, бірнеше біз әрқайсымыз әртүрлі жанрдағы фильмдерді көреміз, бірақ солардың барлығының қандай тәлім-тәрбие алуға болады? Келесі, отандық кино ұнайды ма, әлде шетелдік кинолар ұнайды ма? Сосын қазіргі қазақстандық кино туралы пікірлерің қандай? Қазіргі таңда Қазақстанда да қазақ фильм, қазақ жанрында қазақтық тәлім-тәрбие беретін кинолар қазіргі таңда өте көп түсірілуде. Соған көз қарастарың. Одан кейін үйге тапсырма. Сіздерге осы 4 сұрақ дайындадым. Осы 4 сұрақты пайдалана отырып, осыған жауап жаза отырып, сіздер қысқаша эссе жазамыз. Онда бірінші сұрақ: сен кастингке қатысып көрдің бе? Сені белгілі режиссер таңдаса келісер ме едің? Қандай рөлдерді сомдағың келеді? Жақсы көретін актерің бар ма? Не себепті жақсы көресің? Осы 4 сұраққа жауап бере отырып, қысқаша қазақ киносының тарихы туралы эссе жазамыз. Осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.